балалар, бүгінгі ашық сабағымызды сендермен бірге сыныптағы ең ақылды, ең үздік деген секілді карточкалар арқылы бастайтын боламыз. Яғни айтқанда, кез келген карточканы аламыз. Мұнда жазылған ең жақсы оқушы ол дейді. Дәл осы жерде сол ол деген жерге барамыз да, сол адамның атын айтамыз. Кім сенің ойыңша ең жақсы оқушы деп білесің? Сол оқушыға барасыңдар, Зере дейсіңдер. Зеренің қолын алып амандасасыңдар, иә? Кәнекей бастаймыз. Оқимыз. Ең тәртіпті оқушы ол. Аха, барымызды амандасамыз. Кім сенің ойыңша ең тәртіпті оқушы? Өте жақсы, кәнекей. Ал енді екінші оқушымыз бастайсың. Ең мықты оқушы ол. Ең мықты оқушы кім сыныптағы? Ал, кеттік. Өте тамаша. Ал. Ең мейірімді оқушы. О, өте керемет. Ал, кеттік. Не дейді? Ең жомарт Оқушы. Ең жомарт оқушы кім? Жомарт. Ешқандай затын қызғанбайтын, әрдайым көмектесуге дайын тұратын. Қандай оқушы екен? Тез боламыз, кім санайсың? Өте жақсы, керемет. Ал енді келесі топқа көшеміз. Кезекте сабағымызды бастамастан бұрын не істейміз? Топқа бөлініп аламыз. Топқа бөлінуде бүгін біз ұшақтарды қолданамыз. Яғни бізде түрлі түсті ұшақтар бар екен. Қызыл, ақ және де тоқ сары түсті екен. Қызыл түстілер де бар. Осыда қазір мен сендер қасыңа барғанда көздеріңді жұмасыңдар. Көздеріңді жұмып тұрып, бір ұшақты шығарасыңдар. Енді қараңдар. Мұнда, если сендерге ақ түсті ұшақты алсаңдар, жел тобына барып отырасыңдар. Ал сендерде қызыл түсті түсетін болса, сендер самал тобына барып отырасыңдар. Ал егер сендерде тоқсары түсті болатын болса, онда бұл тобына барып отыратын боласыңдар, иә? Көзімізді жұмамыз. Кәнекей жұмамыз, таңдаймыз. Бір қағаз аламыз. Аха. Өзіңнің тобыңды жаттап ал. Мысалы, сенде тоқсары, яғни бұл. Қазір сен бұл тобына барып отырасың. Ал кеттік. Келесі бізде. Көзімізді жұма қой. Таңдаймыз. Ал сары түс қандай топ екен сенде? Самал тобы. Самал тобы. Қазір бәріміз отырамыз. Қашып отыра. Бәріміз бірге ауысатын боламыз. Аха, ақ түс қандай топ екен бізде? Жел тобы. Онда сен өз орныңда қалады екенсің. Кәнекей. Жел екеуі де бір орында қалады. Ал кетті, екінші топқа келеміз. Кәнекей. Кәнекей көз жұмамыз. Ал кеттік. Қызыл түсті екен, самал тобы. Ал көзімізді жұмамыз. Көзімізді. Ал, қандай? Қандай топ сенде? Бұл топ екен, иә? Көзімді ашамыз. Қандай топ? Самал тобы. Сен өз орныңда қалады екенсің. Иә. Ендеше сол өткен тақырыпқа байланысты үй тапсырмасын есімізге түсірейік. Бізде осында құпия, бізде қораптар бар. Осы қораптардың біреуін таңдаймыз, кез келген біреуін таңдаймыз. Соны ашқанда сұрақтар беріледі. Сол сұрақтар үй тапсырмасына байланысты жауап береміз, иә? Келе ғой, Аймере, сен бірінші бастай ғой. Өзіңе қалаған бір санды басып, үстін аш. 4 дейді. Ауада оттектің көлем үлесі қанша пайыз дейді?
21%. 21 aytasizmi? Havoda deb bari to'q qo'y. Qancha? Ahol o'ta yaxshi aymerik o'tira qo'y. Kaniki chiqamiz. Kelib o'tir. Bo'ldi. Okey. Al ketdik. Qaysini tanlaysiz? 5. O'qiy qo'y. Qanday gaz жұмсалады? Оттегі жұмсалады ма? Оттегі жұмсалады ма? Көмір қышқыл газ жұмсалады ма? Көмір қышқыл, иә? Қазір көрейік, тексеріп көреміз. Оттек дейді. Оттек жұмсалады да көмір қышқыл газы шығады екен, иә? Ештеңе етпейді, өте тамаша отырамыз. Кім шығады? Шау. Қайсыны таңдайсың? Неліктен? От. Сүйек ыдыста өшеді? Оттегі жоқ, иә? Ыдыста, тұйық ыдыста оттегі біткен өшеді екен, иә? Өте жақсы, отырамыз. Қолтаңысын қайтараңдаш, кәнеке. Бәріміз ауамен тысаштық, тез терең теңгерші. Біз не істеп жатырмыз? Ауамен тыныс алып жатырмыз. Сосын тыныс шығарып жатырмыз, иә? Ал бірақ ауаны көріп тұрмыз ба? Жоқ. Деген кезде ауыз иіс келді ме? Ауада иіс бар ма, балалар? Ауада иіс жоқ екен, иә? Ал енді біз бүйтіп істесем, не болып жатыр? Не байқадыңдар? Жел, иә, ауа болып жатыр. Қақтан білеміз ауа бар екен? Көзге көрініп тұр ма? Жоқ. Тек қана жел арқылы біз ауаның бар екенін көріп тұр екенбіз, иә? Ал сосын, мысалы, шарларды үрлеген кезде шал бүйтіп кеңейеді ме? Кеңейеді, иә? Мұнда да ішінде ауа бар екен, иә? Яғни айтқанда, ауаның иісі жоқ. Сосын көзге көрінбейді екен. Ауаны ұстай аламыз ба? Жоқ. Ауаны ұстай алмайды екен. Дәмі жоқ. Дәмі де жоқ, иә? Дұрыс айтасыздар. Осындағы заттардың түсінің өзгеруіне ауа әсер етеді ме? Мысалы, ауа әсер етпейді екен, иә? Ауаның түсі де жоқ екен. Бүгін біз сіздермен ауаның қасиеттерін толығырақ өтетін боламыз. Бірге оқиықшы. Ауа түссіз, пішіні Серпінді, көрінбейді, салқын, жылы, дәмсіз, иіссіз. неше қасиеті бар екен сонымен? 1, 2, 3, 4, 8 түрлі қасиеті бар екен, иә? Біз сізді әрбір қасиетіне байланысты видеороликті көреміз. Естейміз, бұл сіздерді бағалау парағы. Айтамын, бірінші тапсырмада мынанша бал қоясыңдар, екінші тапсырмада мынанша деген секілді. Иә? Бірінші тапсырма күзде тәжірибе жасап көреміз. Оның бірінші тәжірибесі шармен жүзеге асады. Яғни шарды үрлейміз, үрлеп байлаймыз. Ішін көріп тұрсыңдар, ауаға толып тұр ма іші? Ауаға толып тұр. Ал енді қараңдар, мен бір жағы қатты қысам. Не байқайсыңдар? Ауа қай жаққа қарап кетіп жатыр? Ауа кейінірек жағына жатыр, иә? Ал қысқан жағына ауа қысылып, сығылып өтіп жатыр, иә? Яғни айтқанда бұл ауаның қандай қасиетінен келеді? Яғни сығылып, қысылады екен, иә? Ал кетті, қазір мұндағы қимылдарды қайталайтын боламыз. Яғни мұнда сендерде сөйлемде берілген, мұнда қарасаңдар осы ұяшықтар бар. Осы ұяшықтарды біз керекті сөздермен толтыруымыз керек. Мысалы, мына ұяшықтың үстін бастап сөздер
белгі көрінбейді, қозғалғанда сығылады, таралуы. Мәтінге сәйкесін таңдап қоятын боламыз. Ауа, көзге деймізді қайсысын таңдаймыз, соны белгілеп кетеміз. Мысалы, көрінбейді деймізді, дәл осылай шығатын боламыз. Қайсысын таңдаймыз? Ауа, көрінбейді, қозғалады, сығылады, таралуы. Қайсысы болады? Қозғалғанда кезде ол қысылып дейді. Қазір барлығын тексеретін боламыз. Ал келесі ұяшыққа шығамыз. Ол иіс немесе түтіннің не істейді? Таратылуын дәлелдейді дейді. Түтіннің таралуы ауаның таралатынын дәлелдейді. Тексеріп көрейік. Балалар, екі қате кеткен екен, қараңдаршы, ауа сығылады, және де оны сеземіз деген болмай қалады. Ауа қозғалған кезде біз оны сеземіз. Жүгірген кезде қозғалып біз ауа сеземіз ғой, дұрыс па? Одан кейін ауа сығылады, ол кезде қысылып көлемі өзгереді. Жаңа көрдіңдер ғой, қысылған кезде көлемі өзгерді. Келесі кезекте сабақты қорыту мақсатында сендермен жазбаша жұмыс жасайтын боламыз. Яғни айтқанда берілген заттар, доп, пакет, үрленген шар, тас, суға толы бөтелке және бос бөтелке деген бар. Сосын екі баған бар сендерде. Ауа бар, ауа жоқ деген. Жаңағы заттардың ішінде ауа бар болатын болса, ауа бар қатарға, ауа жоқ болатын болса, ауа жоқ қатарға бөліп жазатын боласыздар. Түсінікті ғой, Әнекей бәріміз бірге толтырып шығайық. Аты жөндерінде жазуды ұмытпаңдар. Оқушының аты жөні деген жерге. Свет ұстамай қалып қойды. Доп, пакеті, үрленген бөтелке, ауа жоқ шар, тас, суға толы бөтелке бос. Үрленген шар, бос бөтелке, ауа жоқ тас, пакет, суға толы бөтелке. Доп, пакет, үрленген шар, бөтелке, шар, тас, су, толы ауа бар ма, ауа жоқ. Тапсырмасын алып алайық, Яғни үй тапсырмасында біз ауаның құрамы және оның қасиеттері туралы жазып келетін боламыз. Қандай қасиеттерін білесіңдер, соған мысал келтіріп жазыңдар, Бүгінгі тақырыпқа байланысты, кері байланысты әуе шарлары арқылы жасап келдік. Яғни айтқанда, қазір сендер карточкаларға жазып шығасыңдар. Сабақ маған қызық болды десе, барып қызық болды деген карточканың ішіне барып саламыз әуе шарының. Ал жаңа мәліметтер білген болатын болса, оған барып отырамыз. Ал сұрақтарың бар болатын болса, сұрақтар бар деген әуе шарына барып өз карточкаларымызды салатын боламыз. Қазір осы парақтарға кері байланыс жасайсыңдар, Сұрақтарың бар болса жазасыңдар, не болмаса сабақ ұнады, сабақтың осы жері қиын болды, түсінбедім деген секілді ойларымыз жасап, әуе шарларына барып қоямыз. Өзімізге сай келетін әуе шарын таңдап, осы карточкаларды ішіне салатын боламыз. Кәнекей жазып бастай береміз. Бар дегенге қоямыз, Қандай сұрағым бар, сау? Мұнда, жақсы, зере отыра ғой. Саламыз, қайсымен саласың? Өте жақсы. Отырамыз. Өзімізге сай әуе шарыны таңдап салайық. Саламыз, кәнекей тездетейік. Бола ғой? Бәріміз болдық па? Бола ғой? Бәріміз болдық па? Мінекей, бүгін біз сабағымызды осында әуе шар арқылы кері байланыс жасап біттік. Осы кері байланыстың барлығын үйде қарап шығатын боламын, балалар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін көп рахмет. Ендеше сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.